Біздің жайлауымыз болғанда теңіз деңгейінен 4200 метр биіктікте тауда тұрамыз енді. Тау. Самғарып тау. Енді біздің ең осы тұрған жеріміз теңіз деңгейінен 2000 метр биіктікте. Ойға, мына өзен жаққа, ойға, сұмынымызға жауын жауғанда бізге завал қар жауатын осындай әдет салты бар. Халқы да үйреніп алған. Жаз айында осындай бір-екі рет қар көреміз. Қар көруге тиістіміз. Бұл қар енді көп зәрі жоқ. Жаздың күні қанша айтқанменен. Біраздап бір күн суытатын шығар, ертеңнен бастап қайта жылынып кетеді. Жеріміздің көктөгені жақсы болды. Жауын жауса жердің ырысы, ол туса елдің ырысы дейді қазақ ата бабамыз. Бұл енді жердің үлкен ырысы болып жатыр. Бұл қар жауынға біз қуанып тұрмыз, жақсы. Ертең жеріміз көктеп, саргүл бәйшегіміз гүлгүнді жасылды, бәйшегіміз көктеп біз жақсы табиғатымыз үшін бұл үлкен жақсылық деп есептеп отырмыз енді қар жауған. Ертеңнен бастап енді гүлге толық болады маңай енді көресіздер. Мал енді тоңбайды, қарын тоқ болғаннан кейін. Мал жер шөп болғаннан кейін, шүйгін шұрайлы болғандықтан мал тоңбайды. Бұл қар деген, қар жауды дегені болмаса, қыстың қары емес, жаздың қарына қарын тоқ мал тоңбайды. Жата береді, жайлауымыздың сәні осы. Артур, төгес. Май жейсің ба? Жемейсің ба? Еркетай жейсің ба? Еркетай жеймін дейді. Майдан қылшығын биткеннен марылда қалады ғой ерке. Мен жоқта битіп марласып сығы боласыңдар. Осы жайлауға келмей шыдамаймыз. Келгіміз келіп тұрады. Енді біз өзі үйреніп кеткендік ме, қашатын ат құсап жалтақта болсын да көшіп келеміз. Байлаймын. Бауырдан тазалайтын екен, қойдың жүндерін. Әкел. Кетер өй. Оқал қойды шығып қайтыр өй. Мұнда төбел қой келе жатыр балам, міне. Әне алдыңда мені төбел қой. Бұл жаққа сен бері қарай шақпаны қайта қоласыншы. Өйткені ұстатпайды балам. Тыпырла кетіп төгіп алдың әне сүттіңді балам. Қорғасыл ма? Құлбақа кеп қойды ма? Биыл ел аз, кішкене малдар азайған жұт болып. Сондықтан мал сол жайған барлығы оңайлап, жұмысымыз жеңілдеп, көбінде ойын ойнап жатамыз үйде. Ya kalan koydu kırkıtayız balada.
Ана малды иірсіп бер, Марка. Gel Aki. Осы ауылдарда бізде де енді ешкі малын көп пайдаланамыз. Көп пайдаланатын себебіміз ешкінің түбіті өнім үшін малданамыз. Осы енді біздің тірлік, осы көшіп қонып, осы мал бағып, ары бері бала шағамызды оқып жатқан негізгі кәсібіміз осы ешкінің түбіті. Түбітіміз енді көрім ақшаға өтеді. Енді сол біз 400 ешкі бар, 200 гүл түбіт аламыз. Сол 200 гүл түбітті келесі жыл сол түбіт алған уақытымызға дейін жеп жеткізіп, бала шағамыздың оқып жатқан ой тұнымыздың ақшадан қаражаттары сонымен шешеміз. Негізгі біздің енді тіршілігімізді шешіп тұрған осы ешкінің үстіндегі түбіті деп отырмыз енді. Бүйтіп бөлесің құртты балам. Содан істей берсең де болады, соқ-соқ қып. Кеше тез бола салдың, сабаны пісіп. Бабы дереу тарылды. Түскен ақын жабыстырып, ала бір қоқымдамай. Ойбай. Дәмді ме екен? Мені кепкесінген тұғы салайық жеме? Өріге жайық қояйық жеме? Ерке құрттар жайық білі ғой. Бойын жетеме мен берсейін ба?